Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары видеоны басыма сұрып арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Пакьяоның қардында Әлемханұлы мен WBS чемпионы айқасатын уақыты айтылды. Орта салмақ чемпиондары Жәнібек Әлемханұлы мен доминикалық Карлос Адамис арасындағы жекпе-жек қашан өтуі мүмкін екені айтылды деп хабарлайды. Әлемханұлы Адамис айқасы қашан өтеді? Екі боксшы да біраздан бері бір-бірімен жұдырықтасқысы келетін туралы жар салып жүр. Ал биыл бұл мәселе нақты бір шешімге келуі ықтимал. Боксшылар 19 шілдеде Филиппинде Мэнни Пакьяо мен америкалық Марио Барриос арасындағы жекпе-жек қардында өтеді деген сабыстарда жүр. Ал Бруч боксинг ақпаратына сәйкес, Әлемханұлы мен Адамис биыл тамызда жекпе-жек өткізеді екен. Өзге қазақ Әлемханұлы кедергі болуы мүмкін бе? Жәнібектің орта салмақта IBF және WBO нұсқалары бойынша екі титулы бар. Карлос Адамис WBS белбеуі ие. Айта кетейік, Адамистің міндетті қарсыласы бар. Демек ол титулын қорғауы тиіс. Адамиске міндетті қарсылас жеңілмеген Мерим Нұрсұлтанов болып тұр. Бұған дейін Адамис Нұрсұлтанов жекпе-жегіне жазда өту мүмкін екені айтылған еді. Әлемханұлы мен Адамистің биылғы жекпе-жектері. Әлемханұлы кейінгі рет 5 сәуір Астанада франциялық Ануэль Негамесині 5 раундта нокаутқа түсірді. Осылайша қазақстандық боксшы орта салмақтағы титулдарын сәтті қорғады. Ал Адамис 22 ақпанда өз титулын қорғау үшін британиялық Хамза Ширазбен кездескен болатын. Жекпе-жектің тән нәтижемен аяқталып, біраз дау тудырды. Дегенмен доминикалық чемпион өз белбеуін сақтап қалды. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.